Алдағы сюжеттің кейіпкері спортшы, грек-рим күресінің шебері, қоян қолтық ұрыспен аш шұғылданбайтын Тұрлыханов. Я, сіз қай Тұрлыханов деп отырсыз ғой? Дәулет Тұрлыханов дейсіз бе? Жоқ. Ол Тұрлыхановтың інісі Рахат Тұрлыханов. Көрмей кеткен бір бейне туралы азиом, ой, кешіріңіздер, аз кем ақпарат. 1999 жыл құлағынан наушнигі түспейтін жастардың шоғыры енді ғана бой көрсете бастағанда, балиғат жасқа енді ғана толған Рахат Тұрлыханов сахна әлеміне шықты. Сосын бірінен кейін бірі Рахаттың аузынан шыққан әр ән хитқа айналатын болды. Асылы жеменің, асқарлы белім, сөздеріңді сенің құлағыма құйып келем. Асылы жеменің. Әжесіне арнап ән жазды. Әжем деп әндеткен немере сосын азиом деп жырлады. Азиом, шалалалалала, азиом, шалалала. Жас талант бозбала сәтінен бастап-ақ осылайша танымалдылық табалдырған тез аттады. Алтын диск байқауының жеңімпазы 2000 жылдың есімі болып жарияланды. Дәл сол жылы Роман атты альбомында шығарып үлгерді. Мәскеу, Бішкек пен Ташкент тұрғындарына барып, жүздеген концерт берді. Әрі қарай тасы өрге домалай берді. Оның сыныптастары 2001 жылы аттестат алып жатса, бұл кезде Рахат Әл-Фараби атындағы университеттің 3-ші курс студенті болатын. Сосын Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ ұлттық басқару академиясына түсіп, мұнай бизнесі мамандығын алды. Тағдырдың жазғанына Құдайым сыйған берген, бақышыңде нәзік гүлім сен. Шынында тағдырдың тартуы шығар. 2003 жылы белгілі бизнесмен Болат Әбілевке күйеу бала болды. Арулардың ішінен бір өзіңді Таңдады да алды. 2 перзентті болды. Мұнай компаниясында директор болып жүрген жерінен Лондонға аттанды. Жай кеткен жоқ. Дүниежүзілік бизнес тақырыбында магистратураға түсті. 3 тұғырлы тілді тең ұстаған экс-әнші Ұлыбританиядағы Қазақстан Республикасы елшісінің 3-ші хатшысы болып тағайындалды. Әнші елшіге айналар мед, тек оған ағылшын полицейлері кедергі болмағанда. Нақтырақ айтқанда, өмірі есіміндей дипломатия қызметкері жол ережесін жиі бұзып, тұманда Альбион тәртіп сақшыларының мазасын алды. Сөйтіп, ағылшын үкіметіне төлейтін айыппұлы 200 фунт стерлингке жеткен. Халықаралық карьерасы сәтсіз аяқталған экс-жұлдызды біздің елдің сыртқы істер министрлігі кері шақырып алды да, бұл саламен жылы қоштасуын сұрады. Осылайша Қазақстан дипломатиясы бір кадрын жоғалтты. Көгілдір экраннан көп көрінбей кеткен Рахат Тұрлыханов енді жастар кәсіпкерлігін өркендетуді жоспарлап отыр. Атамекен одағының жастар кәсіпкерлігі департаментіне жетекшілік етеді. Осы кезге дейін 30-дан аса ән орындап, 3 альбом, 16 бейнебаян шығарып үлгерген Рахат Тұрлыханов міне осындай. Нұрбек Амиша, Ардақ Жасбай, Портал Хабар. Ортаға Атамекен одағы жастар кәсіпкерлігі департаментінің директоры Рахат Тұрлыхановты шақырамыз. Тамаша. Дәл өзі. Танысаң ғой. Азиом. Жей айтылама қазір. Отырыстарда кездесулер. Көп болды. Көп атпағанға. Иә, дұрыс түсінікті. Сюжеттегі әнші Рахат пен мен шақырған шенеуінің Рахат, екеуі бір адам. Бұл біздің Рахат. Солай емес пе? Енді қазіргі жағдайдан бастайық. Қазір кәсіпкерліктесің, Атамекен одағындасың. Жастарға кеңес, кәсіпкерлікті неден бастаған дұрыс? Қай кәсіптің түрі қазір табысты көп әкеледі? Осыған жауап берсең. Енді қазіргі кезде өте уақыт және өте көп инвестициялар инновационный форм бизнестарға беріледі. Біздің ойымша ол экономиканың диверсификациясына өте үлкен мән береді. Келешекте осы қазіргі стартап форумдарына қарасақ, өте көп бизнесмендер, жас кәсіпкерлер әртүрлі бір болмаған патент технологияларын жасап, өздерінің бизнестарын ашып жатыр. Біздің ойымызша осы
5-10 жылдың ішінде келешекте ол өте көп табыс әкеледі. Мен бір таңғалып отырған кезіндегі рахат әнші бөлек ет, қазір көріп отырсыздар ғой, сөздер де өзгерген, патент, диверсификация, инновациялық бағыт деген қалай екен көзге енді үйреніп жатырмыз. Болады ондай. Енді шетелде көп жүрдің, көп жерлерді көрдің, көп адамдармен араласасың. Әлі күнге шейін сені жаныңа келіп, шүйлігіп қарап тұрып, қолтаңба алатындар бар ма? Кездесе ме ондай жағдай бар? Кейде кездеседі. Мен өзім таңғалам, көбінесе адамдар көргенде өздері сұрайды, неге ән айтпайсың, қайда жүрсің, қайда жоғалдың деп сұрақтарды сұрағанда өзім таңғалам. Көбіне көп осы сұрақты қоя ма, әлде осы кәсіпкерлікке байланысты сұрақтарды көп қоя ма? Кездескенде, бірінші рет көргендер? Жоқ, әртістерінде көреді мен бәрі. Енді көбінесе әртіс болып қалатын шығармын. Өзіңе ыңғайлы ма сол позицияда жүрген? Ыңғайлы, адамдар қалай көрсе, солай көреді, енді мен не істеймін. Түсінікті. Жастар салауатты өмір салты үшін атты қозғалысты басқардың. Жастарға қандай кеңес бересің? Спортпен шұғылдану керек, қандай спорт түрлерімен? Өзің қалай айналысып тұрасың ба жиі спортпен? Жиі айналысып тұрамын. Біздің отбасымыз күресті өте жақсы көреді. Ағамнан бастап. Өзің күресесің бе? Өзім күресем, әртүрлі күрестердің түрлерін айналысқам. Енді ең үлкен кеңес беретін болсам, балаларға осы жақсы көретін әрбір адамның бір спортқа жаны тұратын, сондай спорт таңдау керек. Мынау енді білеміз, палуандар өте көп, танымал палуандар шыққан отбасыдансың. Қазір күресті олимпиададан алып тастайын деп жатыр. Сен пікірің бар ма осыған байланысты? Өте жаман идея деп ойлаймын. Өйткені әсіресе күрес деген өте көп фанаттар бар, сосын адамдар көреді телевизионды. Өте жаман идея деп ойлаймын. Сосын келешекте менің ойымша ондай нәрсе болмайтын шығар. Түсінікті. Бір кездер сен жоғалтып алдық. Жоқ болып кетті, рахат қайда? Жоқ, бір кезде әйтеуір есімізге салдық, көрдік, естідік, білдік дегендей. Әйтеуір қазір бәрі дұрыс қой, бәрі реттелді, бәрі ойдағыдай ғой. Иә, рахмет, бәрі дұрыс. Бәрі дұрыс па? Иә. Енді көпшілік айтады қазір, рахат тағы да ән айтқысы келіп жүр деп, өйткені көп жерлерде байқайды, караокеларда ән айтады екен, дайындалып жүр дейма, студияларға барып жүр дейма. Шенеунікпен қатар? Ешқайда дайындалып жүрген жоқпын, бірақ ән айтқан адамдар ылғи ән айтады ғой. Ал, мысалы, кезінде ажем, асыл әжем деп айттық. Ал сенің басқарып отырған, яғни сен жұмыс істейтін департаментте, атамекенде дейікші, ән айтқыза ма? Ән айтқызады корпоративтерде. Бір корпоративте де иә, мен қолымнан микрофон жолға өте көп. Қандай жағдайда жылуға қуат керек рахаттың? Шаршағанда керек. Шаршағанда кезде, басқа жағдайда емес. Басқа жағдайда қиын болады. Халықтың алдына қайтадан келгеннен кейін продакшн ашып жатады. Ой жоқ па продакшн ашып? Продюсерский центр, сондай кішкентай медиа группа деген ой бар. Біздің пікірімше мен жалғыз айналыспаймын, мен және басқа достарым бар. Осы қазіргі кезде ашуға болады, 2-3 айдың ішінде. Оны қарастырып жатырмыз, қалай істеуге болады, кімді раскручивать етуге болады, сосын қандай творчествомен айналысуға болады. Мынау көрермендердің көзінде көріп отырмын біздің халықтың, мына жердегі жас бүлдіршіндердің, біздің көрермендеріміздің қыздар ғой кішкентай, рахат аға бізге бір әудеп жіберсе екен дейді. Рахат аға әудеп жіберсе екен деп жатыр. Көрермендер рахатты көрмегелі көп болды, орталық хабардың арқасында көріп қалдық, бір әудеп жіберсе екен, мына жерде ансамбль тұр деп өтініш деп жатыр да, енді бір ғана қайырмас. Келесі рет оған әдейі келемін. Келесі рет әдейі орталық хабарға Рахат Тұрлыханов ән айту үшін келеді. Сөз бер. Келістік па? Міне, кестік. Қазір біздің арнайы орталық бенд бар, яғни жігіттер құралған 5 аспап, қолдарына аспаптар ұстаған. Тамаша бір әнді орындап берсін, ностальгия болсын. Еске салай, қосылып отырмасақ та мұқият тыңдайық. Рахмет. Рахат Тұрлыханов.